80-20 ережесі дегеніміз не? Және ол сіздің жұмысыңызды 80% жеңілдетуі мүмкін бе? Егер сіз бизнес немесе экономика саласын оқыған болсаңыз, сіз Парето принципімен жақсы таныссыз. Егер білмейтін болсаңыз, бізбен бірге болыңыз. Бүгін сіздерді осы принциппен таныстыратын боламыз. Вильфредо Парето 1848 жылы Италияда дүниеге келген. Ол атақты философ және экономист болған. Аңыз бойынша бір күні ол өзінің бақшасындағы бұршақ өсімдіктерінің 20%, сау бұршақ бүршіктерінің 80%-ын құрайтынын байқаған. Сонымен қатар, Италиядағы жердің 80%-ы халықтың 20%-на ғана тиесілі екенін анықтады. Және де ол әртүрлі салаларды зерттеп, өнімдердің 80%-ы әдетте компаниялардың тек 20%-на келетінін анықтады. Жалпылау айтқанда, нәтижелердің 80%-ы тек 20% әрекеттен шығады. Бұл принцип әрқашанда орындала бермейді, алайда көп жағдайларда жиі байқалады. 20% клиенттер жалпы пайданың 80%-ын құрайды. 20% компьютердегі вирус онымен жұмыстың 80%-ын ілгерітеді. Осындай мысалдың бірнешеуін келтіруге болады. Өз жағдайымызды алсақ, менің 5 костюмым бар, алайда 80% жағдайда мен өзіме ұнайтын қара костюмымды киемін. Менің үйімде 15 бөлме бар, бірақ мен 80% уақытында тек өз жатын бөлмемде залда өткіземін. Менің смартфонымда 20-ға жуық приложение бар, ал мен көбінесе тек өзіме керек 4-ін ғана қолданамын. Және осылай бірнеше мысал айтуға болады. Парето өз зерттеуінде жүздеген миллионерлер, үздік оқушылар, тіпті олимпиада чемпиондарымен сұхбаттасып көрген. Оларға да күнделікті кездесетін мәселелердің барлығын шешу оңай емес. Сондықтан да олар осы принцип бойынша тек өзіне маңызды ғана нәрселермен айналысады, ал қалғанын кейінге қалдырады, не болмаса ұмыта салады. Ал енді бұл принципті өмірде қалай қолданамыз, не болмаса пайдасы қандай? Кез келген кәсіпкер үшін бұл ережені егерген дұрыс. Егер өз әрекетіңізге зейін қойсаңыз, 20% әрекет 80% пайда алып келетінін түсінесіз, ал қалғаны тек уақыт өткізу болып табылады. Қазірден бастап осы 20%-ды анықтап үйренген жөн. Әрекеттің 20%-на назар салмасаңыз, уақытыңыздың 80%-ы босқа өтіп кетеді. Біз жұмыстың барлығын қайта жасап шықпаймыз, бірақ 20%-мен де үлгеруімізге болады. Басымдылық қоя білу негізгі қасиеттердің бірі. Әрекет ету барысында барлығына бір соқтықпас үшін ең негізгісіне ғана толық зейінімізді қоямыз. Бастапқыда басымдылықтарды дұрыс қоймауымыз мүмкін. Уақытылы жаттығу арқылы өзіңіз белгілеген басымдықтар негізгі нәтиже үшін жұмыс істейтін болады. Негізгі күшті белгілеп, дұрыс арнаға бұру сіздің міндетіңіз болып табылады. Басқаша сөзбен айтқанда, негізгі мақсатты көзден таса қылмай, маңызды нәтижеге назар қойыңыз. Осылайша, бұл принцип сіздің өміріңізді жеңілдетуіне көп септігін тигізеді. Тек айтылған ақпараттарды практикада көбірек қолдануға тырысыңыз, сонда өз нәтижесін береді.